Ақжол фракциясының депутаттық сауал премьер-министр Бектеновке және де еліміздің облыс, қала және аудан мәслихаттары мен әкімдеріне. Былтыр салық кодексі шағын және орта бизнес үшін бөлшек салық ұғымын енгізіп, жергілікті мәслихаттарға оны 4%-тен 2%-ке дейін төмендету мүмкіндігін берді. Ақжол партиясы сол жылдың сәуірінен бастап мәжіліс пен мәслихаттардағы фракцияларымыздың бұл мүмкіндікті пайдаланып, өз аймақтарында бөлшек салықты 2%-ке дейін төмендету туралы ұсыныспен 30-дан астам сауал жолдадық. Біздің жарты жылдық күресіміздің нәтижесінде Алматы қаласынан басқа барлық дерлік аймақтарда аталмыш салық мөлшерлемесі төмендетілген еді. Сол шешімді қолдағаны үшін барлық деңгейдегі мәслихат депутаттарына алғыс білдіреміз. Сонымен қатар, қолданыстағы салық кодексіне сай, бөлшек салықты төмендету туралы шешім тек бір жыл ғана жарамды. Ал әрбір келесі жыл үшін жергілікті өкілді органдар алдындағы 1 желтоқсанға дейін жаңа шешім шығаруға тиіс. Яғни аталмыш салықтың қайтадан 4%-ке дейін өсуінің алдын алып, аймақтарда шағын және орта бизнес жұмысына тиімді жағдайды сақтап қалу үшін 2 ай уақыт қалды. Осыған орай Ақжол партиясы үкімет, әкімдер мен жергілікті мәслихаттарға келесі 2025 жылға да бөлшек сауда салығының мөлшерлемесін 2%-ке төмендету мақсатымен биылғы жылдың 1 желтоқсанына дейін барлық аймақтарда тиісті шешім қабылдауды тағы да ұсынып отырмыз. Депутатский запрос фракции «Ақжол» премьер-министру Бектенову, маслихатам и акимам областей, городов и районов республики. В прошлом году налоговый кодекс ввел понятие розничного налога для малого и среднего бизнеса, одновременно предоставив местным маслихатам возможность его снижения на местах с 4 до 2%. Демпартия «Ақжол» с апреля того же года направила более 30 депутатских запросов наших фракций в Мажилисе и местных маслихатов с предложением использовать данную возможность и понизить розничный налог в своих регионах до 2%. В результате многомесячных споров практически во всех регионах, за исключением города Алматы, ставка данного налога была снижена, за что мы выражаем признательность депутатам маслихата всех уровней, поддержавших такое решение. В то же время, согласно действующего налогового кодекса, решение о понижении ставки розничного налога действует только 1 год. На каждый следующий год местные правоохранительные органы должны принимать новое решение, причем не позднее 1 декабря предыдущего года. То есть осталось ровно 2 месяца, чтобы предотвратить повышение данного налога в 2025 году до 4% и сохранить приемлемые условия для работы малого и среднего бизнеса в регионах. В этой связи, в целях сохранения пониженной ставки розничного налога и в следующем 2025 году, депутатская фракция «Ақжол» предлагает правительству, акимам и местным маслихатам в оставшийся срок до 1 декабря 2024 года принять соответствующее решение по снижению розничного налога до 2% во всех регионах и городах республики. Құрметпен «Ақжол» фракциясының депутаттары Перуашев, Еспаева, Иса, Барлыбаев, Ерубаев, Бейсенбаев.